Қайырлы таң, сіздермен Габдинурова Гүлнафис. Бүгінгі көрсететін бұл тюрбанды қалай әшекейлеуге болатынын көрсетемін. Бізге керектісі тюрбан, кез келген сынық немесе керек жоқ қалған сырға бөлшектері, және де қайшы, оттық және леска. Ең алдымен тюрбанның ортаңғы жағын дайындап, оның үстіне сырға бөлшегін бекітеміз. Материалдың арт жағынан бастаймыз. Леска таңдаған себебіміз бұл көрінбей тұрады. Мінекей көріп отырғаныңыздай. Бір-екі ілім жасаймыз. Осылайша міне тігіп бітіреміз қазір. Аяқтар кезіңізде лесканы материал арт жағынан бекітеміз. Сырға бөлшегінен басқа жасанды гүлдер немесе басқа да әшекейлермен сәндеуге болады. Мінекей мен бітіреңде қалдым. Қарап отырсаңыздар. Міне осылайша міне тюрбанды сәндедік. Тюрбандар қазіргі кезде сәнде. Мұны 2 жылдай болып қалды модаға шыққанына. Тюрбанды қыста қалың материалдан жасалғанды киюге болады. Және де жазда әртүрлі түсті әшекейленген тюрбанды киюге болады. Қарап отырсаңыздар, көп уақыт алған жоқ. Үйлеріңізде тез-тез жасап, өздеріңізде істеулеріңізге болады.